أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті көпшілік, құрметті бауырлар, Алланың қалауыменен бүгін 6-шы сабақ басталды. Алладан қуат тілеп, медет тілеп, осы дәрісімізді бастайық. Енді алдыңғы дәрісімізде біз не өткен едік? 5-ші дәрісте шәддә тақырыбын егжей-тегжейлі түсіндіргенбіз. Яғни махражда қалай айтылады, әріптердің орны қалай шығады шәддәда, және шәддә неден шықты, ішінде қандай нені қамтиды, соған байланысты барлық тақырыптарды қозғаған болатынбыз. Және де бұдан бөлек ұқсас әріптерді де қозғадық біз алдыңғы 5-ші дәрісте. Сондай көптеген мағлұматтарды бердік, Алла қаласа. Енді бүгін біз, Құдай қаласа, жаңа сабақты бастаймыз. Бисмилла, онда жаңа сабаққа көшсек. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы тәнуин. Яғни тәнуин деген екі фатхалы, екі касралы, екі даммалы болатын харекені тәнуин деп атайды. Яғни ан, яғни жіңішке әріпте ән, жуан әріпте ан дыбысын береді. Мұнау жіңішке әріпте ин, жуан әріпте ын дыбысын береді. Мұнау жіңішкеде де жуанда да ун дыбысын береді. Енді бұл әріптер кәдімгі хареке, фатха, касра, дамма сияқты әріптің үстіне қойылатын, әріптің астына қойылатыны, әріптің астына қойыла береді. Енді Құдай қаласа сіздерге мына дәрісті бастап, қазір қайталап отыратын боламыз. Осының сіздерге тақтадағы дәрістің Құдай қаласа парақшаға жазып, сіздерге беретін боламыз. Алдарыңызға шығарып, сол бойынша дайындалып, бізбен қосылып қайталайсыздар. Ал, бисмилла, кеттік. Әбәдән. Мына жерде әнмен бірге не келіп жатыр? Әлиф келіп жатыр. Осыны мен түсіндіріп жіберейін. Ән харекесі бар емес пе? Ән харекесі. Өзімен бірге үнемі әлифті алып жүреді. Бауырлар, осыны жақсылап жаттап алыңыздар. Өзімен бірге үнемі нені алып жүреді? Әлифті алып жүреді. Ән келді ма? Әнде міндетті түрде жанында әлиф тұрады. Әннің еш уақытта әлифсіз тұрған кезі жоқ. Неге ол әлиф келеді дегенге сұраққа жауап беретін болсақ, ол грамматика жағынан, мағына беру жағынан ол қажет етеді әлифті. Сол үшін біз грамматикаға кірмейміз. Біз оқылу әдісі бойынша ән өзімен бірге үнемі әлифті тасып жүреді деп қабылдаймыз. Ал ин мен ун олай емес. Тек қана осы ән ғана. Осы ережесін жаттап алыңыздар. Кеттік. Әбәдән, мәсәлән. Мына жерде де әлифті өзімен бірге не істеп жатыр? Тасып жүр. Енді инға мысалы. Хасәдин. Нау мәсәлән болды. Нау хасәдин. Ләһәбин. Ләһәбин. Жіңішке әріпте ин болады. Әжі қалқалы болады. Әжірин. Бәйтин. Буынға бөлуді еш уақытта тастамаңыздар. Буынға бөлу, үнемі буынға бөліну оқыла береді. Алла қаласа Құранға түссек те Құдай қаласа буынға бөлеміз. Ол қосып оқу өзі жаймен өзі ретке келеді. Бәйтин. Одан кейін мына бір жерде жақсылап мән беріңіздер. Бәден кейін әлифте не тұр? Сүкін тұр. Мына хамзамен айттым, осы әлифте сүкін тұр. Осы кезде әлифке сүкін қоюдың ерекшелігі сәл, ерекше басқа әріптерге қарағанда ерекшелігі бар. Бә деп қысып қаласыз. Деп әлифті қысып қаламыз. Син. Әлифті қысып қаласыз. Син. Мәсәдин. Мәййтин. Яйдың шаддасын білдірді көрік. Мәйитин. Сундусин. Мух. Қырналмайтын әріп. Мух-синин. Ал, бауырлар, жалғастырайық. Ахадун. Қырналмайтын әріп. Русулун. Адуун. Вауды шаддасын білдіртеміз. Бірақ аду деп созылмайды. Созып жібермеу керек. Шаддасын білдірту керек. Адуун.
Қатты қыспасақ та шаддасын білдірту керек. Одан кейін мимнің шаддасын қаттырақ ұстаймыз. Суммун, суммун. Кетті, келесі әріп. Юн, юн. Марадун, марадун, марадун. Жуанды жуан қылып оқимыз. Келесі. Ғайбун, ғайбун. Зәхәбун. Сақауды сақау қылып оқимыз. Зәхәбун. Ал бисмилла, көпшілік бауырлар, осы уақытқа дейін сіздерге 8 қарекені өттік. Фатха, касра, дамма, одан кейін сукун, шадда, одан кейін ән, ин, ун. Барлығын санағанда 8 қареке. 8 қарекені тізіп бір жерге бөлік жазып қойыңыздар. Сол 8 қареке бойынша жұмыс жасаймыз енді. Сол бойынша жұмыс жасалады, сол бойынша жаттығулар жасалады. Көптеген тақырыптар беріп атым сіздерге. Соның бәрін жаттаңыздар. Тек қана жаттаудан тұрады. Енді сіздерге қазір алдарыңызға тақырып беріп атырмын. Жаттығу. Мен оқып беремін, сіздер қайталайсыздар. Жарай ма? Ал бисмилла, бастадық онда. Мен айтам, сіздер қайталайсыздар. Әмина. Мына жерде әлифтің үстінде хамза қойып қойған. Яғни ол хамзаны білдіртіп тұр. Бірақ алиф дыбысын беріп оқи бересіз, бірақ ода тұрған ештеңе жоқ. Әмина. Укила. 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 Хажара. Хажара. Ясара. Ясара. Ра. Жуанды жуан қыламыз. Фаалима. Фаалима. Мұна текстті қарасаңыздар, бірінші 3 әріптен 4 әріптен жайлап әріптер көбейе береді. Фаалима. Ажаала. 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 Ва хасира. Ва хаси. Хаси. Хасира. Ортада син жіңішке. Ва хасира. Хасира. Хаси. Хасира. Саалака. Міне сәді бөлік қареке, әлифті бөлік қареке. Яғни екеуіне фатханы бөлік-бөлік қоямыз. Саалака. Саалака. Келесі. Жасадан. Алдыңғы тақырыпта айтқан едік. Ән деген қареке өзімен бірге әлифті үнемі алып жүреді. Жасадан. Вәладан. Вәладан. Мәләкән. Сүлусан. Сақауды сақау қылып оқимыз. Сүлусан. Сүлусан. Хузуан. Хузуан. Уан. Анық шығу керек. Ғада. Ғада. Жуан. Ғада. Ғадабин. Ғадабин. Ахадин. Ахадин. Вәсатан. 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 Осыны жаттығу жасаңыздар. Жаттығу жасаған кезде жуанды жуан, жіңішкені жіңішке, сақауды сақау қылып дайындалыңыздар. Вәсатан. Қадарин. 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 Жабалин. Жабалин. Саманин. 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 Амалун. Амалун. Айнды айтқан кезде айнның қарекесі анық шығу керек. Ә болса ә, и болса и анық шығу керек. Амалин. Амалун. Кешірім сұрайым. Амалун. Амалун. Хауфун. 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 Фи'лун. Фи'лун. Фәді деп ұрмаңыздар. Қалқалы әріпке жатпайды дат. Көп бауырлар осы дат әріпіне қалқалыға жатқысып қояды. Жоқ, фәді деп ұрылмайды. Фәлун. Ахдан. Хәні білдірту керек. Ахдан. Ары қарай. Әнтум. Әнтум. Минкум. Минкум. Құмтум. Құмтум. Күнтум. Күнтум. Вәләхум. Вәләхум. Көпшілік бауырлар, осы біздің жаттығу жасап жатқанымыз не үшін? Енді бұдан кейінгі тапсырмалардың көбісі осылай жаттығуменен біз алдыға жылжитын боламыз. Сол үшін осы жаттығуға жауапкершілікпен қараңыздар. Вәләхум. Көп қайталаңыздар. Әмин тум. Әмин тум. Бә'дә.
بعضهم فويل سukun буынға бөлуге үлкен көмектеседі. Фауейлун. Ары қарай. Лаибы. Көрдіңіз бе? Қалқалы болып отыр. Бә әрпінің үстінде сүкін тұрған үшін не болды? Қалқалы болып отыр. Лаибтум. Ары қарай. Алейкум. Ары қарай. Халафтум. Ары қарай сақау әріпті сақау қыламыз. Зуккиртум. Ары қарай. Аннахум. Нунның шаддасын қатты ұстаймыз. Егер жай ұстап қойған болсаңыз, ол қате болады. Қатты ұстайсыз. Аннахум. Құранда да ертең ашып қараңыздар, сол кезде нунның үстінде шадда келді ма, қатты ұстайсыз. Созу бір бөлік, ұстау бір бөлік. Бұл нунды ұстайсыз. Аннахум. Атайта. Раббихим. Атаука. Таббат. Алдыңғы тақырыптарда айтқанбыз, білдіру керек болған әріп. Таббат. Сақулат. Мимман. Ұстауды білдірту керек. Мимнің шаддасын білдіртеміз. Татауа. Қараңыз, та бөлек, та бөлек жуан. Та жіңішке, та жуан. Татауа. Көрдіңіз, айынды да білдірту керек. Татауа. Ары қарай. Ауала. Ары қарай. Ютимма. Мимді шаддасын білдіртесіз. Ликулли. Вакулла. Ал, бисмилла. Бауырлар, мен сіздерге бір маңызды бір мағлұмат берейін деп отырмын қазір. Алдағы уақытта Алла қаласа кеңірек әлі көп мағлұматтар бере берем, Алла қаласа. Мына бір мағлұматқа жақсы көңіл бөлсеңіздер. Сөз ортасы, сөз басы, сөз соңы деген тақырыпты өттік. Барлық әріпте ондай нәрсе бар. Бірақ осы 6 әріпте, әлиф, дәл, зәл, ра, зә, вау әріпінде бір ерекшелік бар. Әлиф сөздің басында қалай жазылды, солай жазылады. Бұлай қарай жалғанбайды. Дәлде дәл солай. Зәлде ра, зә, вау. Бұлардың барлығы өзінен кейінгі әріпке не істемейді? Жалғанбайды. Еш уақытта жалғанбайды. Бұларды солай ажыратасыз. Жалғанбайтындығынан ажыратасыз. Енді сөз ортасында қалай болады? Сөз ортасында қараңыз. Мына кішкенде әлиф келеді. Көрдіңіз? Бұл сөз ортасында жалғану мәселесін қараңыз. Берді. Мынандай. Кешірім сұрайым. Сөз ортасында міне бұлай. Бұлай жалғанады, бұлай қарай жалғанбайды. Дәл сондай. Бұлай қарай жалғанады, бұлай қарай жалғанбайды. Зәлде дәл солай, қараңыздар. Бұлай қарай жалғанбайды, бұлай қарай жалғанады. Өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Рада дәл солай, бұлай қарай жалғанады. Зәда бұлай қарай жалғанады, бұлай қарай жалғанбайды. Вау да сондай. Мектан жалғанып келеді, бұлай. Енді сөздің бұл ортасындағы түрі. Енді сөздің соңында қалай жазылады? Сөздің соңында дәл солай әлиф солай түседі. Тура ортасында қалай түскен болса, дәл солай түсе береді. Себебі бұл өзінен кейінгі әріпке жалғанбайтындығы болғандығы үшін. Көрдіңіз ба? Міне. Енді бұл дәл осылай өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Мына бір жерде ерекшелік бар, Мына парақта мынандай сөздің ортасына мынандай әлиф келген үлгі бар. Мынаны қараңыздар. Осындай үлгі бар. Сөздің ортасында жалғанды ғой деген сұрақ қойылуы мүмкін. Бұл жалғану мәселесі. Мынау таяқша әлиф бар ғой, таяқша әлиф. Мына екеуінің айырмашылығы бар. Мына таяқша әлиф еш уақытта жалғанбайды, а мынау хамза деген әлиф. Бұл жалғанады. Мына әдейі мына жерге кішкентай әріпті қойып қойдым мен. Мына әріппенен мына әріптің айырмашылығы. Екеуі де әлифті білдіреді, бірақ жазылу үлгісінде екеуі екі түрлі. Мына таяқша еш уақытта бұлай қарай жалғанбайды, ал мынау хамза жалғанады. Мына кішкентай хамза жалғанады. Мен сіздерге әлифтің жалғанбайтын түрін көрсетіп жатырмын берді. Хамза жалғанады. Хамза бұл бұлай жалғанады. Сөздің басында бұлай келеді. Сөздің ортасында бұлай келеді. Сөздің соңында бұлай келеді.
Көрдіңіздер ме бауырлар? Бұл хамза бұл. Мынау хамза. Бірақ алифті білдіреді, бірақ жазылу үлгісінде таяқшаменен ерекшелігі болады. Жеткізе алдым, ә? Мынау хамза жазылу үлгісі бұлай, ал алифтің жазылу үлгісі бұлай бауырлар. Ал бисмилля бауырлар, жаңа бір мағлұмат айттық. Енді тағы бір мағлұмат айтайын. Алдағы уақытта қайталағанбыз, алдыңғы уақытта. Кейінгі уақытта тағы бір еске түскен еді, соны әдейі сіздерге тағы бір айтып кетейін дедім. Мына жерде жуан әріптердің тізімі тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 әріп. Алдыңғы әріптерді өткен 28-29 әріптің ішіндегі әріптер. Ха, сад, дат, та, за, ғайн, қаф. Осы жетеуі өмір бақи жуан әріпке жатады. Бұны жаттап алыңыздар. Бұны жаттамасаңыздар, кейінгі уақытта бұны жіңішкемен шатастырып алатын қателіктер кетуі мүмкін. Сол үшін жуан әріптерді бір жерге түртіп қойып, бұны үнемі жуан екендігін есте сақтап жүріңіздер. Ә дыбысында да, и дыбысында да, у дыбысында да бұл жуан әріптер жуан дыбыспен береді. Ха, хи, ху, са, сы, су деген сияқты. Да, ды, ду, та, ты, ту, за, зы, зу, ға, ғи, ғу, қа, қи, қу. Көрдіңіздер ме? Жуан. Енді мына жақта бір мағлұмат айтайын деп тұрмын. Алдыңғы уақытта айтпадым, себебі шатастырмайын дедім сіздерді. Қазір сіздерге айтуым керек. Алдыңғы әріпте бұларды мен жіңішкенің қатарына жатқызып жібердім. Себебі ол кезде жіңішкенің қатарына жатқызатын кездер болады бұны. Кейде бірақ жуанның қатарына жатқызатын кездер болады. Ләм мен ра әрпі кейде жуан, кейде жіңішке. Бұл алдағы уақытта иншалла кездеседі. Бірақ қазір бір мысал келтірейін. Раның үстінде фатха келсе жуан болады. Кәсіра келсе, мына жерде әріпті жаза салайын. Ра, ра, ләм, ләм. Мынаны қараңыз. Рада фатха келсе жуан болады, кәсіра келсе жіңішке болады, дамма келсе қайтып жуан болады. Лә да сондай. Лә бұл жерде лә, жуан болу, жіңішке болу ра сияқты емес. Бұл алдыңғы харекеге қаралады. Алдыңғы әріптің фатха болатын болса, л жуан болады. Алдыңғы әрпінің харекесі кәсіра болса, жіңішке болады. Алдыңғы әрпінің харекесі дамма болса, жуан болады. Мынаны қараңыздар. Бауырлар, қарадыңыз міне? Ра мен ләм кейде жуан, кейде жіңішкеге жатқыздық. Раның фатхасы болса жуан болады деп қайтыладық. Кәсіра болса жіңішке, ри болады. Ри болмайды, ри болады. Бірақ даммада қайт жуан болады. Ләмдікі ерекше қандай? Міне ләмнің нерде ләм бар? Мынаның ішінде жасырын не бар? Ләм. Нерде ләм бар? Мына бірінші ләм оқылмайды, екінші ләм оқылады. Алдағы уақытта иншалла түсіндіретін боламын. Осы ләмнің алдыңғы харекесі фатха болса, жуан оқылады. Алла, ла, алла. Көрдіңіз бе? Әллә болмайды да. Аллаху. Жуан болады л. Енді л мына жерде де бар. Алдында кәсіра келді, қараңыз. Кәсіра келді ма? Билля. Билла болмайды. Биллахи. Мынау лының алдында кәсіра келсе, л жіңішке болады. Енді лының алдында дамма келсе, жуан болады қайттан. Люллахи, люллахи, люллахи болмайды. Люллахи, л жуан болады. Демек, кәсірада ғана жіңішке болады да, фатха мен даммада жуан болады. Мұны ра мен ләмнің айырмашылығы осы жерде. Ләда алдыңғы әріптің харекесіне қаралады, ләда ра өзіндегі харекеге де қарала береді. Алдағы уақытта бұған тағы да кеңінен Алла қаласа тоқталатын боламыз. Ал бисмилла. Көпшілік Алланың қалауымен бүгін тәнуин тақырыбын егжей-тегжейлі түсіндірдік. Енді сіздерге бүгін үй тапсырмасын берем. Үй тапсырмасында бірінші тәнуин, фатха, касра, дамма, сукун, шадда өткен тақырыптардың барлығының харекелерімен жаттығу жасау. 30 кемі, ең көбі 100 рет қайталау. Яғни мына парақшадан біз сіздерге қайталап үйреткенбіз. Мынадан да қайталап үйреткенбіз. Осымен де жаттығу жасайсыздар. Екеуімен де. Одан кейін екінші тапсырма. Құраннан 50 сөз табу және жазу. Алдарыңызға дәптер арнайсыздар да 50 сөз табасыздар. Яғни тәнуини бар,
фатхасы бар, касрасы бар, шаддасы бар, сукуну бар сөздер канча сөз кездесті, жазасыз. Адам үйрене беру керек, көз үйрену керек, қол үйрену керек. Құранға деген сіздердің жақындықтарыңыз былайша айтқанда қазірден дайындық болу керек. Құраннан 50 сөз тауып, және оны жазу керексіз. Дәптерге түсіру керексіз. Одан кейін үшінші, өзінен кейін жалғанбайтын әріптерді біз сіздерге көрсеткенбіз. Соларды жаттайсыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.